Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен королевский және император салатымен бөлісемін. Өте дәмді, кез келген дастархан сәнін кіргізеді. Жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші император салатын дайындаймыз. Қиярды осылай бөлшектерге бөліп, жіңішке етіп турап шығамыз. Екі қияр пайдаланамын мен. Видеода қарап көріп тұрғандарыңыздай етіп, жіңішке етіп турайсыздар. Туралған қиярымызды бір ыдысқа саламыз. Келесі кезекте черри помидоры. Черри помидорын екі бөлікке бөлеміз. Келесі кезекте бізде картопты піскен картопты жіңішке етіп тураймыз. Пармезан сырын жіңішке етіп тураймыз. Теркадан өткізсеңіздер де болады. Пармезан сырының орнына голландский сыр пайдалансаңыздар да болады. Енді кезекте бізде краб таяқшаларын осындай қатты жіңішке емес етіп қиғаштап тураймыз. Жұмыртқаны осылай майдалап тураймыз. Және де піскен етіміз мына жерде бізде 100 грамм көлемінде жіңішкелеп ұзыншалап тураймыз. Туралған етімізді ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте бізде чечил ірімшігін осылай бөлшектерге, яғни талшықтарға бүйтіп тарамда бөлшектейміз. Тез оңай бөлшектелу үшін ыстық суға бір салып алсақ болады. Бөлінген талшықталған ірімшіктің бір бөлігін алып осылай майдалап кесіп салатымызға қосамыз. Бір бөлігін бетіне қойғанға сәндегенге алып қаламыз. Майонез қосып, қалауларыңызша тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Осылайынан салатымызды тарелкаға салып, бетін чечил ірімшігімен сәндеп дастарханға қоямыз. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Біздің келесі салатымыз королевский салаты. Жасау жолымен бөлісемін. Осылайынан 400 грамм тауықтың төс етін бөлшектерге бөліп аламыз. Маринаттаймыз, яғни қызыл бұрыш, паприка, тұз және оливковый масло қосып, жақсылап араластырып, 20-25 минутқа маринатқа қоямыз.
Маринадталған тауықтың төс етін қызып тұрған табаға ешқандай май құймаймыз, себебі біз оливковый масламен маринадтағанбыз. Осылайынан қызып тұрған табаға салып қуырамыз. Екі бетін кезек-кезек 10-12 минут көлемінде піскенше. Орта отта. Мінекей бір беті жақсылап қуырылды, екінші бетін айналдырып, тағы да жауып қоямыз 7-8 минутқа. Салатымыз дайындауға кірсек, осындай шпинатты, салатный жапырақты және петрушка, руккола, өздеріңізде қандай шөп бар, қандай ұнайды ас көктер, соларды қосып осылай бөлшектерге бөлеміз. Черри помидорын 2 бөлікке бөліп турап тастаймыз. Королевский құрманы осылай ішіндегі дәнегін алып тастап, осындай жіңішке етіп турап шығамыз. Оны да салатымызға қосамыз. Мына жерде арнайы сос, лимон, апельсин, суы қосылған, яғни шырны қосылған соусты қосып жақсылап араластырамыз. Бізде тауықтың төс еті дайын. Осы төс етті ыстықтай осылай тураймыз әдемілеп. Жіңішке етіп. Салатымызды осылай тарелкаға саламыз. Бетіне туралған тауықтың төс етін саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша консервіленген кукуруза, не болмаса фасоль салсаңыздар болады. Мен қоспадым. Бетін бальзамический креммен осылайынан сеуіп шықтым. Ерекше дәм беру үшін, сән беру үшін. Жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Ас болсын, каналға жазылып қойыңыздар.